Жоқ, қоршамай тұрайын. Міне, үш бәрі міне, бәріне де бізде кіштірген. Енді осы не, одан өзінен бәкем әлсені ғой. Осы екі кісі, ләқтарбай беске, беске келсін. Лақтарбай қайда? Бәкем аты. Қызықтаңыздар, ұшып болмайды. Vay benim bana. Ой, бәрекелді, рахмет. Енді қаншама тойда жүрмін, құрметті ағайындар, мен мынандай шапалақ көрмеппін. Рас айтам. Ой, керемет, е. Тойымыздың басында әдемелеп бастайық, барлығымыз кәне оң қолымызды көтерейікші. Барлығымыз бір приколды білеміз ғой. Оң қолымызды көтерейік, оң жақтағы адамның иығына қояйықшы. Антрактыда билеп шаршаған шығармыз, әдемелеп тұрып уқалап массаж жасайық. Рас, уқалап массаж жасайық. Сосын түріне тіке қарап тұрып, сен әдемісің деп айтайық. Жоқ, енді құрметті ағайындар, той ғой, әдемі болмаса да айтайық енді, әдемісің деп. Қаттырақ әдемісің деп айтайық. О, дұрыс. Енді сол қолымызды көтерейік. Сол жақтағы адамның иығына қояйық. Әдемілеп тұрып массаж жасайық. Сосын түріне қарап тұрып, ничего, сен де пойдетсің деп айтайық. Ой, бәрекелді, керемет, дәл осындай керемет көңіл күйде екі стол шай дастарханды бастауға рұқсат етіңіздер. Той құтты болсын, құрметті ағайындар. Екі стол шай дастарханның басын тойдың иелерімен ортаға алдырайыншы. Тойдың иелері келіңіздерші ортаға. Ағам мен тәтем қайда екен? Келіңіздер ортаға. Қаттырақ шапалақ ұрып қойып, керемет той жасап отырсыздар. Енді барша құрметті қонақтар, бүгінгі тойдың иесін барлығымыз жақсы танимыз ба? Жақсы, жоқ дейді. Жақсы танимыз ғой, олай болса былай істейікші. Бір көбек ағам жайлы, бір әдемілеп тұрып, оң жақсы комментарий айтайықшы. Көбек ағамыз қандай адам, именно К әрпінен басталатын. Бір күшті керемет сөздер айтайық, жоғар жақтан бастап мен сұрап келейін. Ағаларымыздан бастайықшы, құрметті ағалар, апалар, көбек ағамыз қандай адам? Кыдан. Маяқта сұрап отырды. Танисыздар ма? Күнжан. Бақыттар өсе берсін. Өздеріне денсаулық берсін. Көбейе берсін. Ой, бәрекелді. Тілек айтып отырық па? Көбейе берсін деп тұрық. Көркем мінезді жігіт дейді. Ой, бәрекелді, көркем мінезді жігіт дейді. Содан кейін К-дан келетін көңілді керемет адам дейді. Көңілді керемет, көркем, көңілді. Бүкіл өйтіп қойдыңыз ғой. Басқаларына да бірдеңе қалдырыңыз. О, міне. Кемеңгер дейді. О,
Көпшіл адам. Көпшіл адам дейді. Одан кейін сіздерді. Қане? Кеппе. Кеппе? Жездем ғой. Жездеміз красавчик. Ой, красавчик дейді. Ағам мәз доктор күшті. Сіздер? Керемет киімпен. Керемет кең пейіл ма? Сөйтіп айтып келді ғой, ағыз. Тағы о! Кәсіпкер. Кәсіпкер дейді, о! Дұрыс. Дым фантазия жоқ екен сенде. Яқон ол кісі. Краш дейді, о, бәрекелді, шапама қырып қояқты. Краш не екен білесіз ба? Білмеймін дейді, өзі мәз отырып күштейді. Жақсы, аға, енді мынау керемет кыдан келеді сізге жақсы сөздер айтылды ғой. Соның арасынан біреуін таңдай, соған бір керемет сыйлық берейік. Кім? Жаңағы анау Қалиманның бір айтып кемеңгер. Кемеңгер деп кім айтып еді? Келіңіз аға ортаға, өзіңізге тойдан тауықтай сыйлығымыз бар. Ой, бәрекелді, жақсы рахмет аға. Кімді? Аға келіңіз ортаға, Қалиман аға. О, тағы бір подарок студию. Ой, бәрекелді, келіңіз. Келіңіз жайғасыңыз. Ал құрметті ағайындар, қызықтың көбесі енді басталайын деп тұр. Апамыз жайлы, кәдеміз жайлы айтайықшы. Кәдеміз танимыз ғой, я? Аты кім кәдемнің? Гүлжан, дұрыс. Бір подарок маш? Кәрелік ұстап жүр. Подарок. Аяз. Жақсы. Гүлжан кәдеміз жайлы, жақсы қасиеттерін, жақсы мінезін, жақсы комментарий айтайықшы. Гүлжан тәтеміз қандай адам? Гүлдан келетін, ау. Гүл дейді, Гүлжан тәтеміз гүл дейді. Сосын. 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 Ау. Гүлегеш. Гүлжан деген менің жалғыз балсым. Ой, жарар. Ау. Гүлдей жайнай берсін дейді Гүлжан. Сосын. Гүлдан келетін айтпайсыздар ма? Ау. Ау. Жалғызған. Өте жақсы адам барғанда күліп отырып дейді. Гүлжан менің ақылдасым гүлдей жайнап жүрсе әр уақытта. Молодец аға, келесіде бір өтілік қайталамаңыз. Ғажап ана. Ғыдан бастап тұрып отырмын. Сіз айтасыз ба? Сіз айтыңызшы. Әдемі киініп, әдемі боянып, өзінің сырт келбетіне қарап жүретін адамды гламурная деп айтады. Гламурная. Молодец, гламурная. Жоқ, рас қой күшті еттіңіздер, иә? Қараңыздаршы, апама қараңыздаршы, ағама қараңыздаршы. Апам кәдімгі той болады деп дайындалып келген күшті болып, иә? Ағамды қараңыздаршы қазір, үйден шығып кеткен сияқты кәз келем бір жерге барып кейін деп бар ғой. Кәз бір жерге барып келем, бағымды келем деп бар ғой, сөйтіп келген сияқты. Сосын. Бұл былай ғой. Мен мынау Гүлжанды бір әдемілігін көрсетейін деп, мен осы жай өзім үйге орысша киініп шығара салдым. Егер мен қазақша дәстүрмен шапан киіп шықсам, құлақсы көрмей қалады. Кәдеме внимание жетпей қалады деп тұрсыз ғой, ой, бәрекелді. Сіздер? Апамыз жайлы не айтасыздар?
Гүлдижан, Гүлжан жеңге. Өзіңіз не айтқанын түсіндіңіз бе? Дұрыс айтыңыз, өзіңіз түсінсеңіз болды әйтеуір. Сіздер гуморлы болсын деген қалай кетті? Жақсы. Ал, тәте, сізге 2 шанс берейік. 2 подарок береміз. Кім ұнады? Гламурный ұнады. Келіңіз ортаға. Подарок в студию. Тоқта, музыка тоқтамаса бұл кісі тоқтамайын деп тұр өзі. Молодец, күшті. Рахмет, келіңіз отырыңыз. Жайғасыңыз. Келесі, тәте, екіншісі. Білмеймін дейсіз осы, жалпы тойда жүрсіз бе? Кластасым Әлібектің айтқанды. Кластасы Әлібек? Құрдасы кім айтып еді? Әлібек. О, келіңіз ортаға, Әлібек аға. Бәрекелді. Рахмет. Аға келіңіз өзіңізге тойдан тобықтай. Рахмет, келіңіз отырыңыз жайғасыңыз. Рахмет, той жұмысы болсын. Ой, бәрекелді, я дұрыс, той жұмысы болсын. Сіз айтыңызшы. Ағамыз айтайын деп жатыр. Онда анау бәрі қайтып беретін шығар подарканы маған алғандар. Менде мықты болайын деп. Айта беріңіз. Гүлім Гүлжазира. Гүлім Гүлжазира? Гүлжазирам? Гүлім Гүлжазира. Байқа жүрген қыздарыңыз намды айтып жатсыз ба? Не айтып жатсыз? Бәрі бұдан келеді кекешті. Ойда, құрметті ағайындар, мынау айтады ғой. Қозы ғашық болғанмен баянның бағы жанған жоқ, төлеген ғашық болғанмен қыз жібекті алған жоқ. Менің ойымша шын сүйіп қосылған Көбек пен Гүлжанды арман жаты бір шамала ұрып қояды. Рахмет. Құрметті ағайындар, екінші стол шай дастарханның түндігін ашып беретін ортамызда бір топ көршілер қауымы келіп отыр екен. Көршілер қауымы ортаға билеп келіңіздер. Ал келіңіздер. Сабыр, Жомарт, Ибагүл, Берік, Балдай, Сәуле, Қайрат, Шолпан, Бүркіт, Ашко дейді. Қайрат, Гүлім, Арман, Шынар, Қолғанат, Нұргүл, Азамат, Айнұр, Асылхан келінімен дейді. Келіңіздер ортаға. Көршілер қауымы. Марат, Қарлығаш, Талғат, Гүлмира дейді. Марат, Қарлығаш, Талғат, Гүлмира, келіңіздер ортаға. Көршілер қауымы. Ой, бәрекелді. Жақсы рахмет. Көршілер қауымы. Қош келдіңіздер. Сіздерді қош көрдік. Той төрінен табылғандарыңызға көп рахмет. Сәл бермен қарадай жақындасақ, иә. Келіңіздер, бермен қарадай жақындап тұрыңыздар. Микрофон тізгінін өздеріңізге ұсынайын. Ақ тілектеріңізді арнауларыңызға рұқсат. Кім бастайды, кім қостайды? Ана. Ассалаумағалейкум, құрметті Құдайға жинаған қауым. Енді жақсы өтіп жатыр, Гүлжан. Құдайларыңыз қабыл болсын. Енді Баубегімізді айта келген азаматы болсын, бар жақсылық болсын. Біз көрші болғанымызға 89 жылда келгенбіз. Енді әрқай өздерің есіп тұрып аласыздар ғой. Құдай көршіміз, біз әділден аста тұрамыз, бар жақсылық болсын, Алланы қыдыру керек. Баламыз бақытты болсын, жоғарыдан көрсін. Еконайдың еңбегі көп қой, осының бәрін жарқырап отқан Еконайды айтпауға менің правам жоқ. Еконайдың осының бәрін істеп, осының жарқыратып қойған Еконай жоғарыдан көрсін. Еконайдың еңбегі зор, өте көп. Еконайдың осы. Балалы дейді ғой, баламыздың еңбегі жана берсін, жоғарыдан көрсін. Той қуаныш болсын, үлкен кісілер батальон атыр, баталары қабыл болсын, көптен дейді ғой. Баубегіміз елдің азаматы болсын, соғынан жақсылар ерсін. Мынау төрде өткен құда, нағашым менің. Рақа,
Құдағи, балаларыңыз бақытты болсын, жиен көбейіп жатыр, жиен көбейе берсін. Той болсын үйлерінде. Ат мінгізіп жатсыңдар, ақтасыздар, мынау қолдарың ашылайын деген екен. Менің ағашым бар, бұлар ақтасыздар жақсы қалып. Қолдарың ашыла берсін, ат мінгізе беріңдер жиендерге. Той болсын. Кәдеттен көңілге қуанышы болсын, немерелердің балалары болсын, шеберлі отбасылар аман болсын, қуанышта кете беріңдер. Assalamualaikum. Apa di dalam balar ne böyle çıkıp herkesin kasran koyacağız. Böyle Selamünaleyküm. Toşun kalın bugün Көбек пен Гүлжан отбасында үлкен той болып жатыр. Көбек Гүлжан тойларын қайырлы құтты болсын. Той тойға ұласын. Мынау кішкентай Байбектің бауы берік болсын. Үлкен азамат болсын. Ел даусына қаратқан. Осы біздің еліміздің бір үлгілі азаматы болсын. Мына екеуіміз аман болып, дені сау болып, осылай соңынан жаңа бөпелер ере берсін. Екеуіне молодец, екеуіне ризамыз. Вообще Көбектің балаларының бәріне де ризамын. Жақсы, өте керемет. Елдархан да, анау кішкентай күнге дейін. Бегнар досым мен. Осылай үйлерінің отбасыларында осылай той бола берсін. Денсаулықтары мықты болсын. Бақытты болыңдар, байқуатты болыңдар. Алла тағала мың бір пәле бір қатерден сақтасын. Дендерің сау болсын. Алла тілден көзден сақтасын. Күліп көріп, күңіреніп шыққаннан сақта дейді, Алла сақтасын. Дендерің сау болып, осылай отбасыларың аман болып, бақытты, байқуатты болыңдар. Екеуіне табысың мол болсын, денсаулығың мықты болсын. Көбек пен Гүлжанның қолғанаты болып, аман сау жүре бер, тіл көзден аман бол. Басың аман, бауырың бүтін болсын. Көрінген мына балаларың аман болсын. Мына кішкентай келіннің туған күні екен, ол да құтты болсын, қайырлы құтты болсын. Осылай той дастарханда бас қосыла берсін. Мына тойларың құтты болсын, Көбек. Мен айтқаныңыз келсін, ары қаратай жолда отырайық, керемет тілекті. Рахмет. Көке, қайырлы құтты болсын. Жетайдың бауы берік болсын, өмір жасы жақ болсын, сіздерге қызықтан көрсете берсін, бабасынан, масынан бар жақсы білесін. Мынау Көбек аға, Гүлжан тәте, мынау немерелеріңіз бесік той құтты болсын, денсаулығы мықты болсын, мынау аты затына сай болсын. Байқуатты болыңыздар, шаңырақтарыңызда бірыңғай той болсын. Бәрекелді. Келіңіздер, алдыға қаратай шығыңыздар, тілек жалғастырайық. Ойларыңыз той болсын. Көбекаға, Гүлжанте, немерелеріңіздің бауы берік болсын. Сақтамай айдан азамат болыңыз, баршаңыз қуанышқа қаласа берсін. Мазасы тілек. Болды ма? Сөйлейсіздер, сөйлеңіздер. Аға тәтем, бүгінгі немерелеріңіздің бауы берік болсын, үлкен азамат болсын, соңынан ерелері көп болсын, алшағыңыз аман болсын, үйлеріңізде тек қана той болыңыз, қуаныштарыңыз қуанышқа жалғаса берсін. Бәрекелді. Тілек тыңдайын ағайындар. Кішкентай бауы берік болсын, үлкен азамат болсын, тілек табыс болсын. Бәрекелді. Болдық па, қалғанымыз қосыламыз ба? Кәне, микрофонды беріп жүрсеңіздер. Бәрекелді. Hadi келіңіз. Тілек кезеңі жалғастырайық. Ортада керемет тілек иелері, бөлелері, бірге істейтін қызметкерлері және де апалар қауымы бар екен, сол кісілерді ортаға шақырайын. Келіңіздер. Айбек ағам бастаған, Әлия тәтем қостаған, Елік, Нұргүл, Төлеухан жолдасымен евразып қоятын Маржан, Нұрлан,
Айымгүл, Қанат Айгерім, Ерхан Диана, Думан Гүлнұр, Индира, Дәурен Айгерім деп жазыпты. Келіңіздер ортаға, құрметті ағайындар. Қош келдіңіздер. Біз сіздерді қош көрдік. Кім бастайды? Кім қостайды? Айбек ағам, өзіңіз? Құрметті қонақтар, кішкене кешігіп келіп жатырмыз. Өйткені осында Кенжебек деген менің інім бар тұғын, сол 60 мүшелі, сосын 5 той болды, содан шығып келіп тұрмыз. Жолдасымыз, құрдасымыз, көмек Гүлжан мінекей. Үлкен той болып жатыр сіздердің мінекей. Бір жағынан жиен, мына кішкентайдың бауы берік болсын, өмір жасы ұзақ болсын, жасы қосыла берсін. Мамасы мен папасына денсаулық берсін, өздеріне денсаулық берсін. Осындай дос жорғандардың көп болсын, ойындардың жоқ болсын. Ой, бәрекелді, рахмет. Құрметті тойшы қауым, той бәрімізге ортақ. Естен тез шақты деп енді кесте болса да келіп қалып жатырмыз, кешірім сұраймыз. Мынау кішкентай балапанымыздың бауы берік болсын, өмір жасы ұзақ болсын, әкесі мен шешесі бақытты ұлағатты семья болсын, мынау атасы мен әжелерінің жолын берсін. Әрқашанда осы дарқан көңілдеріне көп-көп рахмет. Осына дарқан көңілдерін Алла тағалам айырмасын. Ауыз бышық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, әрқашанда осы ымыраншылығымыз арта берсін. Ой, бәрекелді, рахмет. Жоқ, аға, тәте, сіздер вообще қысылмаңыздар. Сіздер уақытында кетіпсіздер, біз ғой сәл ерте бастап кеттік. Қош келдіңіздер, келіңіздер, отырыңыздар, жайғасыңыздар, төрден орын алыңыздар. Айбек аға, мархабат. Мынау Көбек аға, Гүлжан тете, Еконай келін, бүгінгі болып жатқан Баубектің бесік тойы құтты болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Енді мынадай жақсы тілектер естіп отырмыз. Үлкен аталар туралы айтып жатыр. Сол аталарындай жол берсін. Аспан ашық болсын. Еліміз аман болсын, тойдан айырмасын. Бақытты отбасы болыңыздар. Құрметті ағайындар, тілегің қандай? Ayardan kişilerden koyuyorum. Görüyorsunuz. Kendinize birbirlerinizi kızım görüyorsunuz. Ağabey, Nikolay, ayardan kişilerden koyuyorum. Kızım gör, şimdi daha da büyüyecekler. O zamanım olsun. O toyla gerek. O zamanım olsun. Құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, әрқашанда қадамы нық болсын, жемісіне тоймай жүре беріңіздер. Еконай жұмысында табысты бол, әрқашанда құтты бол, Аяжан елге бақытты болыңдар. Келіп жеткен қуаныңдар құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, бір жастықта қартайыңдар. Кішкентайларың көп болсын, жұмысында табысты бол. Сіздер барлығыңызға маған айтылған тілектер қабыл болсын. Ой, бәрекелді. Құрметті қонақтар, мынау Байбектің бесік тойына келіп жатқандарыңызға көп рахмет. Ал міне аға жеңге, мына менің ақ жеңгем, Байбек деп атын қойды Көбек ағамыз. Бауы берік болсын, үлкен азамат болсын. Мына Еконай мен келіннің кішкентайларын қызығын көріп, осылай сіздердің орталарыңызда той болсын, осындай үлкен той. Бәріңізге жұғысты болсын, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, сіздердің арқаларыңыз бәріне рахмет. Алла разы болсын, барлықтары жақсы болсын. Мына Еконаймен келін тағы да кішкентай Байбектің артынан ерте берсін. Әумин, айтқаныңыз келсін. Ой, бәрекелді. Жалғастырайық. Аға, Гүлжан тете, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойға аласын. Мына кішкентай бауырымның ғұмыры ұзақ болсын. Осы біздің әулетіміздің атын шығарсын. Еконай, Аяжан туған күні құтты болсын.
осы ағамыз бен жеңгеміздің жолын берсін, жаман болмайсыңдар. Осындай дүйім халықты жинап әдемі той болып жатыр. Тек қана шығанақтарыңызда той болсын, қуаныш болсын. Бізді иконайға береміз. Аха, ой, берекелі, рахмет. Әлемде. Көйгенаған жүрдіде Низамбетхан тойларыңыз соңынан болсын, Байбектің қожасы сау болсын, дені сау болсын. Осы Фатима екеуі бірге жасаған балаларыңызды тез қуаныш көріңіздер, немере сүйіңіздер, шөбере сүйіңіздер. Еконай, Аяжан, сендерге де ғұмырлы болыңдар, еңбекте табысты болыңдар. Айтамын, сіздердікіндей ибалы, инабатты, жақсы келіндерді Алла бізге нәсіп етсін. Низамбетхан тойларыңыз жағынан болсын, тойларыңыз той қыласын. Бауыры берік болсын, үлкен азаматшы болсын, елге, халқыға, бетке ұстар азаматтардың бірі болсын. Сіздерге тек қана қызық қуанышын, жақсылық өте берсін. Той көп болсын, шаңырақтарыңызда тек қана жақсылық, той, қуаныш болсын. Сыйласып жүре беріңіздер, жыр жасаңыздар, ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын. Ой, берекелі. Бері қаратай, ортаға қаратай шығып сөйлесең. Сәлеметсіздер ме? Коллегаға, Гүлжан тәте, бүгінгі немерелеріміз дүниеге келуі құтты болсын. Дүниеге келіп той жасаватсыздар, сонымен қатар үлкен қуаныш жеңгеміз Аяжан мүшелері үшін құтты болсын. Жалпы дастархан қуанышқа жайыла берсін. Аумин, айтқаныңыз келсін. Көбегаға, Гүлжан тәте, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Ең басты денсаулықтарыңыз мықты болсын. Адамның арманы көп қой, армандарыңыз, мақсаттарыңыз орындалсын. Бала шағаларыңыз қызығын көре беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын. Ой, берекелі. Аға тәте, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Осылай арамызда біздің үлгі тұтар, үлгі алар, аға тәтеміз болып жүре беріңіздер, сіздер аман болыңыздар. Бүгінгі қуаныш иесі Байбек үлкен азамат болып өссін, сіздерге қызық қуанышын көрсетсін. Бүгінгі Аяжанның туған күні құтты болсын. Сіздерге осылай тек қана балаларыңыз, немерелеріңіз қуанышты сәттермен қуантып жүре берсін. Рахмет. Так енді ағайындар, былай істейікші. Мен манаға тәтемді таппай жүрмін. Тәтем қайда екен, қай жерде отыр екен, шығып кеттім екен. Жоқ. Мана күшті билеп жүрген тәтем бәрі таппай екен. Ал, жоқ, әкеліміз. Айқанымда сөйтіп тәте бар еді ғой, артымыз қалып тұр ма? Жанар тәте қайда? Кетіп қалды ма? Ойба, тойдың иелерінің атынан керемет 50 мың теңге сыйлық бар еді. Соны берейін десем, кетіп қапты ғой. Онда мен былай істеймін. Иә, сол тәте келіңізші ортаға. Айгермеді, келіңіз. Келіңізші ортаға. Кел, шапалақ ұрып қойыңызшы Айгерме. Кел. Өзің айтты ғой, мен аман ғой. Келіңіз ортаға. Осы қыздарыңыз манадан бері енді тойдың басынан бастап билей алмай жүр вообще. Келіп мені түртіп кете берді, мені қашан биге шақырасың, мені қашан ойнап айтам, иә. Қол тимей жүр жаңағы, стол жасап, бүйтіп көмектесіп жүр. Сол енді манадан бері енді соңына да келіп жеткен жайымыз бар ғой, бір тәтемізді ортаға шығарып билетейік дедік, иә. Енді былай істейікші. Тәте, мен қазір мына жақтан тағы бір команда шығарам. Дайындалатсыз ба уже? Жақсы, дұрыс, аяқ киім бәрін шешіп істейміз. Былай істейік. Сіз бар ғой, үлкендер жақтан бар ғой, үлкендер жақ дегенде енді орта жастан манадан бері енді өзіңіз былай жүрсеңіз де көзіңіздің қырын салып жүрген шығарсыз, кім жақсы билеп жүр деп. Өзіңіздің қасыңызға, өзіңіздің тобыңызға 2 жақсы билейтін еркек алып келіңіз. Кім? О жаққа секірме. Ана жаққа ұрсай. Мына жақтан қара. Так, мына жақтан Кенжебек шақырайын мен ортаға. Келіңіз. Кел, Кенжебек. Ой, бәрекелді. Мына жақ, қандай бер? Мына жақтан ала бер. Жоқ, Кенжебек сені қарсыласын. Кенжеке, дәл осындай сағанда қасыма 2 қыз керек билейтін.
команданың атын ойлап табыңыз. Кім не болды қасында бүгін қайда? Ал, күте түш қыз келін. Болады, қорада жүргенде, таңдап жүргенде асықпай өзі. Ал, келіңіздер. Аға. Әдемі. Так, енді құрметті ағайындар, бұл ойын флешмоб деп аталады. Флешмоб. Екі команда қазір бір-бірімен жарысатын болады. Ендігі былай айтқанда той дегендердің атынан керемет сыйлықтарымыз бар әрине. Бірақ мен бүгін осы тойға келдім. Байбек баламыздың тойы деп, мен бүгін осы тойға спонсор болам дейтін кім бар? Бастапқы баға 5.000 теңге. Кім бар спонсор болам дейтін? О! 5.000 ма? Ой, бәрекелді. Ыңғай кесе, брат, наличка топмыш. Былай іздестіріп, я? Тағы кім бар екен спонсор болам дейтін? Стоп, музыка, тишина. Бәрі жылау өдір, рахат үндемей қалды. Ойбай, тәте, сіз 5.000 ба? Молодец. Наличка ма? Ой, бәрекелді. Ақша қолыма беріп қойыңызшы, ақша ұстамасам жүре алмайым просто. Каспийде болады аға, я. Наличка тауып алсаңыз, вообще күшті болып кетеді негізінде. Қайта есіміңізім? Қарлығаш сәтеміздің атынан 5.000 теңге спонсор болып отыр, құрметті ағайындар. Дастан ағам 5.000 теңге спонсор болып отыр. Және де есімім брат. Төлеухан ағамыздың атынан 5.000 теңге спонсор. Бірінші орынға 15.000 теңге тігіліп отыр ағайындар. Тағы да көтерін дейтін кім бар? Ставканы. О! Қанша? 5-еу? Кім болып бөлеміз? Досы. Аман келдің? Қаяқтан келдің? Қостанайдан кеп 5.000 теңге көрдіңіз бе? Сонау Қостанайдан кеп? Дұрыс. Қостанайлықтар өсті де жады болады дейді ғой. Ал. Қостанайдан 10.000. Ой, молодец. Міне азамат, міне тұлға. Тұқымдап бат берген екенсіз. Ой, бәрекелді. Жақсы. Так, 10.000, 5.000, осы шөт бізде 30.000 теңге ақша бар, құрметті ағайындар. Ей, мынау 30.000 қатты керек болып тұр ма, қымбат? Аз қымбат па, сымбат па? Қатты керек болып тұр ма 30.000? Мен саған дейді ғой. Өмірінде бір ең көп ақша ұстаған 20.000 теңгеге есеп болып тұр ғой қолында. Кім бар жаңа? Төр жақтардан ешкім жоқ па тағы? Кім? Қай ол кісі? Болмайды. Жақсы. Құрметті ағайындар, 30.000 теңге, бірінші орынға 20.000, екінші орынға 10.000 болады. Жақсы ма? Так. Ой, бәрекелді, күшті ақша бар қолында. Команданың аты Байбек. Ал. Топ аты Байбек. Топ ұраны. Жақсы. Байбек командасы келіңіздер мына жаққа. Жүріңіздер. Ана бұшқа алып тұрыңыздар сіздер, я? Так. Сіздердің команданың аты Көкту? Не деген фантазия? Я вообще в шоке. Маны қалай ойлап табуға болады? Көкту деген атты, я? Мына вообще Байбек деген күшті. Байбек, Көкту. Жақсы. Бұл ойын флешмоб деп аталады. Менің жалпы қоржынымда 30 очко 10-10-10-нан бөлінетін. Жақсы ма? Так, енді қыздың жолы жіңішке деп, қыздар жақтан бастай. Команда капитандары сіздер соңғы турда ғана қатысасыздар. Ана үшеу өсек айтып тұр білмейді. Мен дайындалып отыр. Жақсы. Так, қыздың жолы жіңішке, қайсыңыз бастайсыздар? Сен баста, жүр, сен бастайсың. Жүр. Ей, сен не айтып тұр? Өзі таңдап алады. Екеу біреу қайсын аласың? Нұрыс таңдалам дейді. Осман ұста? Так, мынау жақсы бедей ма? Сен? Білмейм дейді. Бір түрлі айрап тұрсың. Так, ұрыста. Нақану 20.000 теңге. Дайынды қоя. Құрметті көрермендер. Ей, стоп. Құрметті көрермендер, сіздер дауыс бересіздер. Сіздердің дауыстарыңызбен бүгін кім бірінші орын алғанын шешетін боламыз, я? Ал, маэстро музыка, погнали. Шаршама тек шаршама, аяқтымын талсана, жоқым бір билейін, шаршырарым ортана. Шаршамай, аяқтымын талсана, жоқым бір билейін, шаршырарым ортана.
Sen nima? Жолдастарың ғой, жолдастарың тойға барғанда ойында шықпа деп айтпаймын ба саған? Ана енді шпагат қойдырып отырмын ба, аяғым тайып кетіп отыр ма? Тайып кеттім ба, мен шпагат қойдырайын деп отырмын деп қорқып кеттім ғой. Жақсы. Жоқ, күшті. Так, құрметті көрермендер, дауыс берейік. Ер азамат қалай билейді? Қыз бала қалай биледі? Әдемі 6-4. Жеңген команда әзірге көк ту марапатталады, я? Жақсы, бәк. Подарка орынға орып тұрады. Әдіргі Астанада қитті отыр, молодец. Жақсы, келесі. Кім? Мәзіңізі күшті. Ойынға бірінші шығасың өтіп ем өмірінде. Өші күшті. Кел, брат. Төбелеспейміз, билейміз. Жақсы ма? Маэстро, музыка, кеттік ал. 근데 왜 그게 오냐 말하는 얘기가 밖에 나서 에이, 네가 아수로 빌리고 있어? 가라고 뒤마 네 죽든가 미쳤어? ойбай мына кісілер қорқып отыр кәдімгідей бізге тиіп кетпесе екен өзі деп одан сайын ашуланып бүйтіп жүр мама сен күшті ана тойға келгенде бір күштерін шығарасың мынау күшті екен ғой үндемейді рас қой сыртынан қарасаң үндемейді сияқты екен молодец сіздің келін жолдасыңыз ғой аяймын сені жақсы құрметті ағайындар жоқ мына жаққа тұрсайын құрсын тағы билейін деп тұрсың ғой сен дайын тұрмайсың так дауыс берейік құрметті ағайындар есімің кім тұрады ашуланша қанат қалай биледі жана күліп билеу керек сол кезде мына кісілер саған шапеле қарап еді жаңа ашуланған түрінде қорқып отыр саған әлі судырып ұстап отыр былайынан мама деп ал кім не істейін енді тәте көріп тұрмын ғой ұрып жатқанын дұрыс сіз есіміңіз жындығыз гүлмира қалай биледі мен ұрайын деп тұрмын жындығым ойбай құрметті ағайындар есем 6-4 жасыратыны жоқ екінші турды да жеңген көк ту командасы марапатталады шапалақтарыңыз дәл солай билеу керек билеріңіз бір-бірлеріңізге ұқсаса жоқ сіздер қатыспайсыздар бірінші топпен қатысады иә жақсы ма байбақ командасы маэстро музыка пожалуйста Опан Gangnam Style Gangnam Style поддержка бар ма жаса 사랑스러운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 낮에는 너만큼 따스한
Жоқ, рахмет, күшті. Бірақ нәрсені түсінбей тұрғаным ше, нағыларды отқан айтамын да. Ұрма, шапалақ, ұрма. Ұрма, өзімізді көреміз. Сен ұрма, я? Сен ұрма, я? Еще серьезно ұстауым ғой, бүйтіп қарап. Мама, қатыгезсіздер. Көкту! Жақсы. Ал, құрметті ағайындар, бұл жерде сөздің ашылу керек енді. Былай да былай келген кезде Байбақ командасы Көктуға жетіп алды. Теңбе-тең болып тұр. Жоқ, мен андай тамады емеспін. Достық жеңді дей салатын емеспін. Как оно есть, бірді бір, екіні екіге бөліп берем, құрметті ағайындар. Оған ешкім қарсы болмайды шығар. Я, бұл жерде соңғысы капитандар сайысы ортаға Айгерім мен Кенжебек келсін. Келіңіздер. Ортаға келіңіздер. Енді үшін не қызға жоқ, не ұлға жоқ, әділ болсын, ортада қол күрес. Ойнамайда қол күрес емес. Индия биі. Екеулеріңізге де биге жақынсыздар. Ешкім қарсылық болмайды деп ойлаймын. Бірақ сен Кенжекең зәріп баласың ба? Жоқ, алыстан түсің де болады ғой видеоға. Үштен өт видеоға басың ғана түсіріп жатсың ғой, братан. Жақсы. Так, сәл артқа қарай жылжып, Айгерім ханым алдыға барыңыз. Кенжеке, сіз өзі музыканы білесіз ғой, қай кезде шығатынын. Сіздер екі жақтан болысып тұрыңыздар, я? Әңгіме дегенмен басқа еттен бұл. Жүргелер әңгіме дегенмен ұрмаған әңгіме дегенмен. Так, дайынбыз ба? Маэстро музыка, кеттік жібер. Финал! Ешкімге бұрмаламаймын, таза әділдікті айтамын, жеңіске жеткен байда. Шапалақтарыңыз. Байбек. Молодец. Так, енді жаңағы спонсор болған ағаларды тауып болсам жақсы болады деді. Ой, молодец. Рахмет, братан. Ой, молодец. Күшті ақша жинаған деген бар ғой ашты. Так, кім бар еді? Айгерім нөмір орнасы деп? Айгерімге жібере салыңыз. Так, құрметті ағайындар, мінекейіңіздер, мына жерде 30 мың теңге, жаңағы айтылғандай, бірінші орынға 20 мың, екінші орынға 10 мың теңге. 5 мың теңге жаңа Айгерім ханымның кәсібиіне жіберді. Мынау 15 мың теңге сізге алам, 5 мың теңге ұлдарға бере салыңыз, шемішке бірдеңе алып жесін өзін. Жақсы. Тойдан тоқтайды ағайындар, құрметті ағайындар, бірінші орын. Байбек командасы шапалақтарымен 20 мың теңгенің иегерлері және де подаркалар жүресіз ба? Подарка беріп, күшті той көріп өтсін ғой. Бірінші орын алған командаларға керемет 3 подарка беріп жүріңіз. Одан кейінгі құрметті көрермендер, жақсы өнер көрсетіп, сәл ғана жетпей қалған Көкту командасы марапатталады 10 мың теңге және де сыйлықтарымен бірге. Келіңіздер ортаға.
шапалақ ұрып қояйықшы, құрметті ағайындар, иә? Иә, рахмет. Содан кейін тағы да бір алғыс айтқым келіп отыр, құрметті ағайындар, жаңағы спонсорларға алғыс айтқым келіп отыр, құрметті ағайындар. Мәселен алған бергенде емес, мәселен ол кісілер ақшаны бергеннен біз байып кетпейміз, немесе ол ақшаны бергеннен ол кісілер керей болып қалмайды. Бұл жерде адамның көңілі ғой. Сондықтан спонсор болған жандарға бір шапалақ ұрып қояйықшы қаттырақ, иә? Керемет, рахмет, ақ көңілдеріңізге, ақ пейілдеріңізге рахмет көптен көп, иә? Ал, Арғаратай той кезегін жалғастырып отырайық. Ортада манадан бері тойдың басынан бастап керемет көңіл күйде отқан, тойды көтеріп отқан, әзілді көтеріп отырған осы ағамыздың достарын, бауырларын ортаға шақырайықшы, иә? Аттарыңызды атап, түрлеріңізді түстемеймін. Барша достары, келіңіздер ортаға! Айғайлап шулап! Bir dosum şakırıptı Almatı'da Belirsiz dostlarım көп Almatı'da Şu dostum en salamız Birlikten karşılamamız Almatı'da Almatı'da Şu dostum en salamız Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Көбек аға Гүлжан тете, Баубектің саулесі тойы құтты болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, денсаулықтарыңыз құтты болсын, әрқашанда үйлеріңізде той бола берсін. Үлкен досым, аяған қарындасым екеулер бақытты болыңдар. Досым, аяған қарындасым екеулер бақытты болыңдар. Осы жолдастардың арасында сыйлы болып жүре бер. Аяған қарындасының туған күні құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Көбек аға, Гүлжан тете, әжем, Байбек батырдың бес тойы құтты болсын, денсаулығы құтты болсын, қасыңызға жете берсін, бақытты болашақ тілеймін. Артқан елері көп болсын. Өтет досым, Аяжан екеуің бақытты болып, бір жастағы ата өмірнеше бір үлкен әулет болыңдар. Бүгінгі Аяжан туған күні құтты болсын, денсаулығы құтты болсын, тек қана осындай әулеттеріңізде той қуаныш бола берсін. Құрметті қауым, мінекей бүгін үлкен ұлан асыр той. Сонау Астанадан келіп отырмыз, жолдасымыз екеуміз құр қол келуге әрине ұялдық. Өйткені біздің жақсы араласатын достарымыздың бірі, барлығымыз жақсы араласамыз, біз сыйлаймыз. Енді бесік той болғандықтан алда әлі тай басады, соған керек болады деп тілеватым мынандай жүргенге ыңғайлы болсын деп біз осындай жолдасымыз екеуміз алып келдік. Той құтты болсын. Ернат пен Аяжанды ата-аналардың бәрінде біз құрметтейміз. Балалары тек жақсылық көрсетсін, жолы ашық болсын және жолдарын бізге берсін. Ернат досым, қазақтың санын көбейте бер. Саған сенеміз. Сол, артық сөз жоқ. Ассалаумағалейкум, аға дәде. Бүгінгі кішкентай немерелеріңіз бау беріп болсын. Әрқашан бақыттың базарында, Алланың назарында жүзінен күлкі кетпей, елдің елеулі азаматы болсын. Бау беріп көп сіздерге атына зат сай азамат болсын. Осы шаңырақта сіздерде тек қана қуаныш болсын. Барлық жақсылық тілеймін. Николай досым, бала кезден бірге өскен досым, бастасын. Барлығын жақсы көреміз. Барлық жақсылық тілеймін досым. Отбасыңмен бақытты бол. Отбасың аман болсын, үлкен кісілер аман болсын. Кәсібің алға баса берсін. Барлық достарымызға амандық тілеймін. Алыстан келген, жолда келген жолаушылар жолдарыңыз болсын.
жастарыңыз құтты болсын. Немерелеріңіз көбейе берсін. Осы Байбектің ата қарындастары ере берсін. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Дастархандарыңыз қуанышқа жайыла берсін. Еконай досым, Аяжан, бүгінгі туған күндер құтты болсын. Сендерде бақытты отбасы болыңдар. Шаңырақтарың биік, өзіңіздерден күлкі кетпесін. Ең басты денсаулықтарың мықты болсын. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Жететін балалардың қызым өсте өсін. Өзім бақытты болыңдар. Жүріңдер. Осындай мұқтар көп болсын. Тек уайымсыз, қайғысыз, тек қана қуанышта есіңіз бар болыңыздар. Болды ба? Қосыламыз ба? Бітті. Қосыламыз ба? Рахмет, келіңіздер. Келіңіздер, әдемелеп тұрып, тойын иелерін құттықтап қойып. Мұндай кезде мына жаққа суретке салайық, иә? Келіңіздер. Әдемелеп тұрып, фото алып салайық, жадырап тұрып, жайнап тұрып, тойдың иесін ортаға алып тұрып, фотозонаға барайық, фотозонаға. Керемет дүбірлі тойымыздың соңына да келіп жеткен жайымыз бар. Олай болса, сіздердің шапалақтарыңызбен, әрине, махаббаттарыңызбен, шапағаттарыңызбен бүгінгі дүбірлі тойға баладай көңілмен даладай дастархан жайған тойдың иелерін шақырғым келіп отыр. Иә, мен ортаға тойдың иелерін шақырайын, әрине сіздердің қатты шапалақтарыңызбен келіңіздер. Атасы, әжесі, көкесі мен ағасы. Ой, тамаша. Апасы деген ғана көстерім жеңгесі ой, келіңіздер ортаға. Той иелерді деген шапалақтарыңыз. Sana olsa sıylasayım, ana olsa aramız sıkıntına. Varlık benim dünyaya konuktora, bakamasak olanın görüşüne. Kutırlıkı kumandı kolum kesse, birge tuğan bağlı. Oy tamasa. Tuğuzkanlar, alız kete var ey soğuk bandar. Tuğuzkanlar, жақын жүріп жақын ей ұмытпаңдар. Туысқандар. Мәні құрметті ағайындар, тойдың иелері сіздер қаттары шапалақ соқпасаңыздар шықпаймын деп отыр. Бана тойдың басында керемет орнымыздан тұрып шапалақ ұрып сөйтіп бастандық қой. Неге солай қарсы алмасқа, иә? Қареге орнымыздан тұрайық, шапалағымызды ұрайық, қаттырақ деп тойдың иелерін ортаға алдырақ. Келіңіздер, иә? Рахмет. Не деген керемет көрініс, иә? Құрметті ағайындар, құрметті тойдың иелері, тойларыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын, иә? Кім бастайды? Өзіңіз ортаға шығып, ақ тілектеріңізді арнап, келген қонақтарға арнап, рұқсат, мархабат. Құрметті қонақтар, мына біріншіден сіздерге көп рахметімді айтамын. Енді біз мынау сырттан шақырған жоқпыз. Қазір қыстың іші, сосын ертең бұдан да үлкен тойлар болады. Соларға шақырамыз дейді. Осы отырғандар мінекей Амангелдінің төңірегі. Сосын мына Еконайдың жолдастары келіп отыр енді. Сосын арқалықта мінекей Дәурен мен Әлімбай. Дәурен мен кімді шақырамыз жанына? Дәурен мен Әлімбайды айтқан жоқпыз осы кейін. Әйелдеріне не дейік ба? Міне, алыстан шақырғанымыз осы. Абылай шақыратын кісілер көп еді енді. Қуаныш деген жақсы ғой. Өмірге адам келу деген. Бәрімізде кеше сол осы кішкентайдан осылай өмірге келдік қой. Міне, өстік жетілді. Әңгіме айттық, еңбек істедік. Зейнеткерлікке шықтық. Енді мінекей немере көріп отырмыз. 3
шөбере көрге жазсын деп өзіміз енді сіздердің тілектеріңізді солай қабыл алып отырмыз. Енді мына Байбек деп ат қоюдың бір тарихын айтайын. Менің шешем, біз әкеміз ерте қайтты да, мен 10 жасымда. Енді біз аға жеңгенің қолында өстік. Біз көп ағайынды болдық. Сосын жаңағы енді бірінші, екінші аға болады ғой. Соған бөліп тастайды ғой енді лақтырып жаңағы. Барсаң да барасың, бармасаң да барасың, сол анау. Киім кешегіңмен аласың да соған барасың, сол да боласың. Аға жеңгенің қолында өстік. Шешеміз болды. Шешеміз бертінде 81 жасында қайтты. Шешем біздің мінеке мынау біздің жолдашылықтардың бәрі көрді. Шешемді жамалабын қандай кісі, ол кісі Наурызымның қызы Жолтай. Ағынышты Жолтай. Енді осы 92-де туғанда 23 ақпанда туды. Жаңағы Қызыл империяның несі ғой енді, празднигі ғой, 23 деген. Сонда туды, сонда айтты, біз бәріміз ағатанбыз ғой енді. Сосын айтты, осы бір балаңды Байғауылға жазбайсың ба деді. Сосын мен айттым, күнді ойбай, апа, шалыңыз есіңізге түсті ме деген сияқты. Ой деген, бірінші кетіп қалайын тұр. Аяжан, мен өзі қызғаншақ адаммын өзі, шын керек. Сосын нат енді кімдікі ғой, Ернаттың наты. Сөйтіп мінеке ол кетті енді, ona Байбектің несін айтайын енді. Бұл бізде енді қазақта не жоқ қой, ерте ат қоймайды, ырымға не дейді ғой енді. Сосын енді қазір не ғой енді, медицина дамыған, сосын енді ұл болады деді енді. Сол ойланып жүрмін жаңағы. Сосын баяғы апамның бір несі, Байғауыл деген несі есіме түсіп кетті де, сосын Байғауылдың байын алдым да, Көбектің бегін алдым. Сөйтіп Байбек болдым екен. Бүгін неге осы үлкен мереке өзімізше енді былай жасап жатырмыз ғой. Енді ол бұл жерде ешкім жоқ, бөтен өзіміздің туған туыс. Ана жерде апаларымыз отыр, жаңағы Жеңіс ағамыз отыр. Жеңіс ағамыз біздің енді мана айтты ғой. Әбдік әкемізбен Байғауыл екеуі жолдас болған кезінде мана ат қойғызып жатырмын. Биыл ол кісі амандық болса былтыр 80-ге келді, биыл енді 81-ге келеді. Соның жолын берсін деп өзіміз қазақ ырымшылымыз ғой енді, ырымдаймыз. Соған ат қойғызып жатырмын. Сондықтан неке мынау. Жеңіс аға, жүре беріңіз. Сіз енді Елдарханның үйленеді биыл жазда. Соған дайындала беріңіз. Бүгісі қойып кетті. Не білдің? Елдарханның үйленеді деген айтасың. Кімнің Жеңіс ағамыздың несі ғой, шәкірті ғой. Сондықтан енді мінеке рахмат. Мынау енді біз осы биыл осы жасаймыз дегенде мынау Бегнар енді мүшеден шығып жатыр. Бегнар да мен өзім атының мен қойған. Одан кейін мінеке мынау Аружан, Аяжан мінеке бүгін өзі сартта қалды. Бүгін күн 25 мүше тойы, түнде өзіміз поздравить етіп, өзімізше подаркымызды бердік. Оған бір жерге жетпей ақ қояйық. Енді мана Зәпен құдағи етіп отырған. Аяжан туғанда боран болған деп. Аяжан бізге келгенде 5 жылдық боран деген жоқ қазір. Күн әдеме, шуақты күн әдеме. Әдеме күніміз жақсы, боранның бәрін прогноз сияқтылай қайтарып береміз бұлай. Кел атады, сосын бұлай қарай неттен. Сондықтан мінеке мынау Аяжан айналайын мінеке. Бақытты бол, туған күні құтты болсын. Енді мына кім Зәпенді айтып отырған. Екінші мүшеліңді біздің үйде, біздің шаңырақта мінеке өзімізше тілек айтып отырмыз. Мына қосағымен қосағар, бақытты болыңдар.
байбектерің бар, екі қызымыз бар, байбегіміз бар. Енді соңынан тағы ере берсін. Иә. Ат қоюға жарайын, мен оны талағыда бір өзім ойластырып өзім етемін. Мағыналы қоямын өзім, мақтаман емес. Сондықтан екеуің бақытты болуға. Осыған Алла шүкір етіп, осы айтқан тілектеріңіздің бәрі қабыл болып, Алладан нәсіп етіп осы бір қуанышымыз, бір тойымыз осы, тек қана осы бәріміз осындай тойда қуанышта бас қосуымызға нәсіп етсін. Құрметті қонақтар, біріншіден сіздерге рахмет, осылай бізбен қуанышымызды бөлісіп келіп отырғандарыңызға. Ал папа, мамам, құттықтаймын, осы немереңіздің бауы берік болсын, Байбек атына заты сай болсын, ел азаматы болсын. Байбек деген негізінде Алматы облысының әкімі болды ғой, сол кісінің жолын берсін өзі. Сол ер азамат болсын, Аяжан туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, Ернатпен бақытты бол. Екінші болса да енді де бізден асып кетті, екін айтады, біздің жолымыз үлкен деп. Сол аман болыңдар, бізге де жұғысты болсын. Сол сіздерге рахмет, осы мама папаның жолын берсін, самый главный, сіздер ауырмаңыздар. Сол үшін. Құрметті қонақтар, уақыттарыңызға бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Барлықтарыңыз осындай той болсын, ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Достарым, алыстан келіп, уақыттарыңды бөліп, қуанышымды бөлісіп жатқандарыңа көп рахмет. Аман есен елдерге жетіңдер. Сол. Қуанышымызды бөлісіп келгендеріңізге көп рахмет. Осы айтылып жатқан тілектердің барлығы періштенің құлағына шалынсын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызда үлкен той болсын, тек қана қуаныш болсын. Осылай кең дастарханда қуанышта жинала беріңіздер. Міне әке, апа, қуаныштарыңыз құтты болсын. Жыл жасаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, шөбере сүйіңіздер. Сол тек қана осылай керемет дастарханда қуанышты көңіл күймен жинала беріңіздер. Мына Бегнар деген мен немерем, бұл да менен жаратылған. Бек менікі, Ернар нары, ол да әкестеріңіз құрмасын. Сол нарын қостым, Бегнар Байбектің бесі құтты болсын. Жеңгем өше жақсы құтты болсын. Құрметті қонақтар, біздің енді Аяжан туғаннан кейін кішкене өз-өзіне келсін деп, 40-нан шыққаннан кейін 5 тойымыз бар деп ек. Осы көп уайымдап, қалай болады қыстың іші деп ек. Бәріңіз келіп жатсыздар, біз сырттан ешкім шақырған жоқпыз. Қонай өз жолдастарын шақырып жатыр, сырттан жастар ғой келеді, үлкен кісілер келе алмайды. Бәріңізге көп рахмет. Осындай той сіздерге берсін. Бәріңіздің бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болсын. Біздің жай көңіліміз, біз айтқанбыз, 7-8 стол шақыра саламыз деп. Көңіл содан деп, қайта салып, қалай адам көйіп кетті деп. Мен өзіміз арасатын адамдарымыз көп. Бәріңізге рахмет, бас еп рахметімді айтамын. Көршілеріміз бізде қазір, бұрын көршілер аз еді, қазір көршілер көбейді. Бүкіл туыс туған, үлкен апаларымыз бәрі келіп отыр, бәріңізге рахмет. Бас аман, бауыр бүтін болсын, тойымыз тойға ұласын. Қонай жолдастар алыстан келіп жатыр, сіздерге көп рахмет. Жас кезінде бәрімізді солай жүреміз. Осылай жүре беріңдер, көтеріп жатсыздар, аман болыңдар. Өзімнің коллективім бар, бауырларым бар, бәріңізге рахмет. Тойымыз тойға ұласын, балалар бақытты болсын. Аяжан бірінші мүшелін үйінде өткізбеді, екінші мүшелін біз өткіз. Қалған 7-8-10 мүшелін өткізсін, Қонаймен бірге қосағымен қоса қарсын. Үйге келгеніне де уже 6 жыл болып қапты.
таңға көбейдік, шынға дейін еді, 5-6 жыл болып қалдық енді. Яғни байбегіміз келіп жатыр, мүшеліне қарай. Ғұмырлы болсын, қосағымен қосағасын, бәрін отбасынан тек жақсылық тілеймін, аман болыңдар. Өмірден Алладан тілейтін осы балаларымыз аман болып, үбірлі шүбірлі болып, қосақтармен қосағарсы екен дейміз. Құдағи. Келіңіз Құдағи ортаға. Ой, бәрекелді Құдағиға бір шапалақ болса, я. Әдемілеп тұрым, ой. Гүлдей жайнаған гүл Құдағиымыз, Құдағиымыз келеді ортаға. Ой, тұрмаса. Ой, бәрекелді. Ой, бәрекелді керемет қазақи нақыштағы абай самызды қабыл алыңыз. Ой, Құдағи. Ой, тамаша. Енді мен ортаға Диананы шақырайын деп отырмын. Келіңіз Диана ортаға. Ой. Шығарды, Ерхан мен Диана, сол енді Дианаға өзімнің не, тоже білек шапан қазір осы. Өзім шапан келіп бүгін қазақ болып жүр, бәрінде солай жүруге шақырамын. Ой, бәрекелді. Алтын сақинасы мен брендовый шапаны бар, шапала құрып қойы, қымбеттіғай қамзолы, я. Керемет. Қоржынымыз бар екен. Әрқадым жасағатын қазақта енді болады ғой, дорба жүреді, дорба жүрмесе жорға жүреді дейді. Осы көңілімізге риза болыңыздар, аман болыңыздар, отбасыларымызда тек қуаныш болсын, тойымыз тойға жалғаса берсін, балаларым өмірлі шүбірлі болсын. Осындай мен бесік тойын жасап, шаршап шалдық жүре берейін. Ой, бәрекелді. Рахмет, шапала құрып қоя, құрметті ағайындар, тойдың иелеріне деген құрметтеріңіз, қошеметтеріңіз. Керек, мен ол баланы білемін дейді. Ол есімде тұру керек дейді, мен айтамын, жоқ етіп. Сені іздеп отыратынды білмейді. Асығаны кетіп отырмын. Міне, Асылхан балам өте керемет басқарды. Тойдың бәрі ұнаған шығар, өте артық көп сөз айтпайды. Өмірлі шүбірлі бол, осылай айтып керемет дастан тамады ол жаным. Әумин, қарыз келсін. Бәріне көп рахмет. Енді өзімше, енді Құдай ғой, жақсы өткен сияқты ойлаймын. Дұрыстастар енді. Шапалақтарыңыз құрметті ағайындар, я. Жігіттер жағына қоржындар сапар берсе Құдағи жақтарын, я. Қошеметтеріңіз бар, бәрекелді рахмет. Құрметті ағайындар, бастаған істің әрдайым соңы болады дейтінен кейін соңында да келіп жеткен жайытымыз бар. Олай болса, ең алдымен бірінші Алла, одан кейін алтын уақыттарыңызды бөліп келген өздеріңізге бір қаттырақ шапала құрып қойыңыздаршы, құрметті ағайындар. Ертеңгі тарих деп жатамыз ғой, сол сияқты сіздерді тарихқа қалдырып отырған екен ау видео көріп ислам ұлдарыңызға және де фотоға түсіріп жүрген Аслан мен Айдын ұлдарыңызға бір шапала құрып қойыңыздар. Тойдың басынан бастап әуезді әнмен әрлеп отырған бекзат ұлдарыңызға бір шапалақ болса. Жақсы, ал құрметті ағайындар, Алланың разымын бергеніне, бұйырған несібемді тергеніме, той иесінің аманатын мен арқалап, шүкір өтем осылай жүргеніме, құрметті ағайындар, я. Құс емеспін, құстан биік самғаймын, от емеспін, оттан қатты лаулаймын, жел емеспін, желдей бірақ зымыраған, анам туған, әкеме мен ұқсаған, Шілиғаз Уайысов Дүйсенғалидың немересі Асылхандарыңыз мен болам, құрметті ағайындар. Мағында бір қоса болатын болса.
Теги шай дастарханның бата қайыру рәсіміне келіп жеткен жайымыз бар екен. Олай болса барлығымыз бір ауыздан илихемен деп қол жайып шай дастарханның батасын төріміздегі отырған Есенғали ағамызға береміз. Есенғали аға, өзіңіз бір төбе көрсетіп қойыңыз, өзіңізге қардай беттейін. Құрметті ағайындар, келіңіздер. Келесеңіз. Алынан бүгінгі көргеніміз Алла Тағаланың қайсын көбегіжан мынау сенің өскен балаларың мінекей осының құрметі несібесі сендер аман болыңдар, әке-шешесі Гүлжан мен Көбек бәрі сенің арқаларың, бала сендерден шыққан балалар. Несібе ұзағын болсын, жақсылық болсын, қой болсын. Осы балалар ұзағын болсын, жақсылық қуаныш болсын. Осы мынау келген қонақтар жақсы көңілмен кеткен қайсын. Ұзағын болсын. Әумин айтқаныңыз келсін. Үйіңізге шабанды қабыл алыңыз аға. Әдемлеп тұрып, видеоға естіп қабылап тұрып олай. Құрметті ағайындар, бұл тойдың соңы емес, бұл тойдың басы.